Құрметті көрермендер, қайырлы күн. Бүгін біз 16 наурыз күні Шымкент қаласында Қошқар-ата сейіліндеміз, өзенде. Бүгінгі іс-шарамен толықтай мен сіздермен бірге алдағы бірнеше минутта таныстыратын боламын. Яғни бүгін бізде не болады, қандай іс-шара болады, қандай театрлар бұнда болады, және тағы да басқа қызықтарды осы блогтан көретін боласыздар. Қошқар-атаның басында тұрып қазір. Соңына дейін барғамыз. Мына жерде уже адамдар ойнап жатыр өз аспабында. Мына жерде қазақтың ұлттық киімдерін киген әрбір театр, яғни Шанин театры, орыс драма театры, қуыршақ театры, жастар театры, яғни Шымкент қаласында жастар театры. Және де көптеген басқа да театрлар бар. Барлық үш не бар. Мысалы, өрт сөндіру бар, полицей бар, дәрігерлер бар. Барлық жағдай қамтылған, яғни сақтық шаралары ескерілген. Қол өнер бұйымдары таныстырылуда. Мынандай ана жерде тағы не бар? Мақта тию, көрпе төсектер бар. Мына жерде осындай бұйымдар. Барлығы дерлік қолдан жасалған. Шеберлердің өзі. Мына жерде апалар бар. Аттар тағы. Аттардың еш шат, бірақ мына жерде қойлар бар. Қойлар қанша екен білмеймін. Екі түрлі қой, кесілген қой. Мына жақта театрдың ортасы десек те алар. Бұрын нәрсте адамдар киім ауыстыратын, киім жуып сүртетін, яғни Қошқар-ата шомылып болғаннан кейін, ал қазір жай ғана кедергі. Мына жерде бізде ұн үйлеу болып отыр. Апамыз бидайдан ұн үйлеп адамдарға көрсетеді. Ана іште қымыз, тағы да басқа ұлттық әнтер. Ана іште құрт жасауда. Қол өнер бұйымдары. Барлығы дерлік қолдан жасалған, яғни қазақтікі. Міне тағы да киімдер жүннен жасалған. Осындай іс-шара болып отыр. Мына мүсіндер де қолдан жасалған ба? Барлық қолдан. Қазақтың бұрынғы ыдыс аяқтары, қол ыдыс аяқтары және де қол жуатындары жеке-жеке таныстырсақ, бұл 19 ғасыр екен. Яғни 1800 жылдары қолданыста болған бұйымдар. Міне бізде клоун Алтыбақан ойнауда. Цирк те бар бұл жерде, өздерінің бөлігінде. Түрлі дайындығы барысында бұл кісілерде. Потолок Шымкент театр, Шымкент циркінің айтамаймын. Осындай ойындар болып, жаңа ғана мен бір ұмытып қалдым. Балалар таласуда 6 ойын бар еді, 6 приз бар еді басында, қазір 2 ғана қалды. Балалардың бәрі таласуда бағанадан бері шығып жатыр, шығамай жатыр. Кішкентай балалардың бәрі шаршаған, аяқ киімін шешсаған. Қазір сіздерге Қуыршақ театрының қоятын ертегісін көрсететін боламын. Яғни қазір ішіне кіріп көрсетейін. Міне бізде Алдар Көсенің айласы деген ертегіде барлық адам киім осындай. Осы жерде ал мына жерде шайтан бар. Обет де бас. Мына обеті де бас. Мынау Алдар Көсе, мынау бай, мынау ай мен күн. Мына тағы да басқа реквизиттері. Алдармын, сақалым болса алдармын, қалатым болса қолдармын, наурыз тойын құттықтап, кеттір жақын болғанмын, өтірік алдап істемге, шындық айттым жарлыға. Орнына барайық. Қазір бағалар.
Қошеметтеріңіз, құрметті қонақтар, 60 мәрте 65 килограмм салмақ. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 65 kilogramдық муляр оңай емес. 109, 110, ай бәрекелді, балуан, міне, азама, 110 мәрте. Ай бәрекелді, қошеметтеріңіз. Со своей веделкой, кто от моей метлы не спрячется, тот и проиграл. Люди, ой, я игры вообще никаких не знаю, я устал, все. Вы знаете какие-то игры, знаете? А мы знаем! Ну-ка, друг мой капитошка, подсоби немножко! Все помощники наши, поди-ка оттуда! Мына сурет қарындасымыз суретін салуда. Осындай. Кішкентай сурет. Осындай өнерде бар, жасап отқан. Красивая. Біздің алдымызда қойдан әрқайсысы 1 миллионнан, өйткені ерекше сортта осындай ұсынған. Күннің астындағы қуған енді қараш мереке. Оларға мереке керек емес қой. Бұл заманда не ғарып, ақ қалалы бозғарып, жақсыларға айтпаған асылда шырын сөз ғарып. Замандасы болмасай, қариялар болар тез ғарып, қадірін жеңгей білмесе, тойға бір жеткен қыз ғарып. Ел жағалай қонбаса, кете келіп